Нұр Отан партиясының 3 сағатқа созылған кезектен тыс 17-ші съезінде партияның сайлау алды бағдарламасы қабылданды. Қазақстан 2021 бірлік, тұрақтылық, жасампаздық атты құжат ұлт жоспарының негізгі бағыттарымен үндес. 8 бөлімнен тұратын бағдарламада бүгінгі күннің қатерлері ескеріліп, оларға қарсы тұру амалдары қарастырылған. Елбасы және партия төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның өркендеуіне өріс ашатын құжат алдағы сайлауда да жеңіп шығуға сеп болады деген сенімде. Бұл ретте президент сайлаудың өзі әділ әрі ашық өтуі тиіс деді. Выборами будут следить много наблюдателей из разных стран мира, поэтому они должны пройти открыто, честно, в соревновательной борьбе. Кандидатам надо будет готовиться, каждому есть о чем говорить своим избирателям, но даже материалы сегодняшнего съезда и все документы нашей партии и программы, которые мы народу предлагаем.